Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Жалпы бүгін біз диафрагма туралы айтатын боламыз. Диафрагманың біздің ағзамыздағы маңызы және де диафрагмалық жаттығуды қалай дұрыс жасау керектігін көрсететін боламын. Диафрагма біздің ағзамызда өте маңызды, біздің екінші жүрегіміз, яғни жүрек сияқты өте маңызды. Егер де жүрегіміз тоқтап қалатын болса, адам білесіздер не болатын, ал диафрагма істемей қалатын болса, жалпы жүректің нашар жұмыс жасауына, ішкі құрылыстың мүлдем жұмыс жасамауына және де жырауы гепатоз, асқазанның эрозиясы, асқазанның көптеген аурулары, бауырдың аурулары, өт жолдарының аурулары, әсіресе өт жолыңыз жақсы жүріп тұру үшін, өт сұйықтығының тұрып қалмас үшін, өт сұйықтығы ішекке жақсы өтіп тұру үшін, ұйқы безіңіз ауырмас үшін, ұйқы без ферменттерінің 12 ішекке жақсы шығып тұру үшін және де ішектегі перистальтиканың қызметінде жақсартып тұруға оған жанама көмектесіп отыратын осы біздің диафрагмалық аппаратымыз екен. Яғни диафрагма көріп тұрғандарыңыздай как поршень жұмыс жасау керек. Біздің өзіміздің өте маңызды органымыз, яғни біздің көгет деп айтады қазақша. Жалпы қабырғаның артқы жағында, жүректің төменгі, өкпенің төменгі жағында бауыр, яғни брюшной органдардың, асқазанның жоғары жағында, екеуінің ортасында орналасады екен. Енді бұл как массаж, бағана айтқандай поршень сияқты қозғалып тұру керек. Массаждық қызмет және де дренаждық қызмет атқарады екен. Егер де лимфа, қан айналым жақсы болсын десеңіздер, сіздердің ең алдымен осы диафрагма жұмыс жасау керек. Кейбір адамдар диафрагмалық демалуды қалай елестетеді? Мысалға, деп демалу бұл диафрагмалық дыхание емес. Жалпы осылай демалу. Диафрагма демалыс жасаңызшы десеңіз, кейде пациенттерге деп өзің иығын көрсетіп жатады, немесе ішін көрсетеді. Диафрагмалық дыхание жаса десеңіз, іші былай шығып кеткен деп мынау ішін ғана қозғалтып жатады. Кеудесі ешқандай қозғалмайды. Толыққанды мына кеудесі жұмыс жасамайды деген сөз. Ал егер сіз былай демалатын болсаңыз, мысалға, бұл уже диафрагмалық дыханияға, яғни диафрагмалық демалуға жатады. Мысалға, сіз бір гүлді алдыңыз, гүлдің өзі иісі өте жақсы, сіз оны баяу иіскеп жатқандай, мына кеудеңізді толыққанды ауаға толтырасыз. Және де сіз сезінуіңіз керек. Мына диафрагма, осы көгет қозғалып жатқанын сезуіңіз керек. Яғни көтерілу керек, толыққанды. Түсіндіңіз ғой? Жай гүлді иіскеп жатқандай, баяу. Толыққанды. Сосын отырған кезде положение міне, мен отырмын ғой, дәл осындай болмау керек. Қателік. Сіз толыққанды демала алмайсыз. Тік отырасыз, белді тіктейсіз. Сосын қаласаңыз, қолыңызды осылай эпигастральды аумаққа қоясыз да, түсіндіңіз ғой? Осылай диафрагмалдық дыханияны, яғни диафрагмалық қозғалыс ішкі органдарға жақсы әсер ету үшін осылай диафрагмамен күнделікті демалып отыруыңыз керек. Ең маңызды нәрсе, азанғы уақытта және кешкі уақытта 20 рет дыхания жасайтын болсаңыз, яғни диафрагмалды дыханияны үнемі 20 реттен регулярно жасайтын болсаңыз, сіздің ішкі құрылыстың қан айналымы, лимфа айналымдары өте жақсарып, даже запор, өттің толуы деген сияқты көптеген аурулар өздігімен кете бастайды. Кез келген дәріден сұрайтын болсаңыз, мысалға, кез келген поликлиника, больницада сізге диафрагманың емдеуіне ешқашан дәрі бермейді. Оның дәрісі жоқ. Ал енді сіз өз-өзіңізге үйде отырып, үй жағдайында дәрі жасай аласыз. Яғни диафрагмалды дыханияны жақсарту арқылы, диафрагманың күшін қосу арқылы сіз өзіңіздің ішкі ЖКТ-ға көмек көрсете аласыз. Ал енді диафрагмалық коррекцияны қалай жасаймыз? Егер де сіздің бір жағыңыз демалып, бір жағыңыз демалмай жатқанын байқайтын болсаңыз, немесе диафрагмалық қызметті істеп жатқан кезде сізде ауырсыну пайда болатын болса, мысалға сол жағыңызда немесе оң жағыңызда болатын болса, сол диафрагманы
яғни жанама алдыңғы жағынан диафрагмалық коррекция жасайсыз. Мысалға қабырғаның астынан ұстайсыз да осылай диафрагмалық коррекция жасасаңыз болады. Қолыңызды как мынау тырма сияқты саласыз да қатты тықпайсыз, тек түсініп тұрсыз ба? Міне крючок сияқты болу керек. Былай. Міне. Крючок сияқты саласыз. Бүйтіп. Астан жаймен осылай. Көтере салсаңыз болғаны. Оны былай ұстап, ішке қарай тығудың қажеті жоқ. Травма жасауыңыз мүмкін, өзіңіз үй жағдайында осылай ұстайтын болсаңыз, бұл диафрагмалық уже массажға алып келетін коррекциялардың түрі. Асықпай демаласыз. Және де бұл коррекция сіздің диафрагмальный желудочный связка деген нәрсе бар. Яғни асқазан мен диафрагманың связкалар бар. Даже соның өзіңіз үй жағдайында босатқан болсаңыз, онда сіздің асқазанның мобильності жақсарады деген сөз. Асқазан қозғалып тұратын болса, бағана айтып өткендей, сіздің асқазанның көптеген ауруларынан жанама құтылуыңызға мүмкіндік береді. Сондықтан да осылай бүйтіп жай қозғап уқаласаңыз болады. Көрдіңіз ба? Былай тұрып тығатын болсаңыз, салатын болсаңыз, бұл кішкене ауырлық туғызуы мүмкін. Сондықтан да көтересіз, демаласыз. Жай осылай өзіңізді үй жағдайында диафрагмальный коррекция жасап аласыз. Тіпті асқазанның связкалары қатқан, жиырылған болатын болса, онда осы коррекция арқылы да осы диафрагма мен асқазан арасындағы связканы да босатуға болады. Егер де видео пайдалы болған болса, осы видеоға комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.